Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға педагогика пәнінен оқытудағы диагностика және бақылау, мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиялары атты тақырыпты ұсынамын. Қарастырылатын мәселелер: оқыту сапасын диагностикалау, бақылаудың түрлері, оқу жұмыстарын бақылау әдістері мен нәтижелерін бағалау жүйесі, педагогикалық технологиялардың түрлері. Ұсынылатын әдебиеттер: негізгі әдебиет Бұзабақова Клара Жандарбекқызы, педагогика оқулығы, Тараз, 2019 жыл, 329 бет. Таубаева, Иманбаева, Берқанова, педагогика оқулығы, Алматы, 2017 жыл, 340 бет. Педагогика оқулығы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика кафедрасы дайындаған, Алматы, 2005 жыл, 364 бет. Интернет-ресурстар, заңнамалық құжаттар. Оқыту сапасын диагностикалау, бақылаудың түрлері, оқу жұмыстарын бақылау әдістері мен нәтижесін бағалау жүйесін ашып көрсетеміз. Оқыту сапасын ішкі бағалаудың білім беру ұйымдары тікелей жүргізеді. Ішкі бағалаудың мақсаты не? Ішкі бағалаудың мақсаты оқушылардың қол жеткізген шынайы жетістіктерінің оқу пәні бағдарламасы бойынша оқытудағы күтілетін нәтижеге сәйкестігін белгілеу. Бағалаудың қалыптастырушы, жинақтаушы түрлерін атап өтеміз. Қалыптастырушы бағалау нақты оқушыға бағытталған. Ол оқушылардың білімінің нақты элементін игерудегі кемшіліктерін айқындап, оны толық нәтижелікпен толықтыруға бағытталған. Жинақтаушы бағалау оқушының оқу тоқсаны және оқу жылындағы білімін нақты игеру қорытындылары бойынша жетістіктерінің деңгейін белгілеуге бағытталған. Бағалауда бағалау критерийлері қолданылады. Бағалау критерийлері дегеніміз дағдыны дамыту үшін жоспарланған нәтижеге жетудің сипаттамасы. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда төмендегідей бақылау түрлері қолданылады: күнделікті, тақырыптық және жалпылай. Жалпы, орта білім беретін мектептерде критериалды бағалауды енгізу төмендегілерге мүмкіндік берді. Оқушылардың оқу жетістігін бағалауда бірыңғай стандартталған тұрғыдан қолдануға, ол бағалаудың анықтығын және айқындығын қамтамасыз етеді. Оқушының дамуын жылдар динамикасында бағалау үшін салыстыратын деректердің болуына. Критериалды бағалау дегеніміз не? Критериалды бағалау термині ғылымға алғаш рет Глейзер қолданған. Ол әдеттегі мінез-құлық моделінің жиынтығын анықтау процесін оқушылардың оқу жетістігінің деңгейінің шамасы мен қол жетімдігі арасындағы сәйкестігін сипаттайды. Нақты анықталған, ұжымдасқан критерийлер мен оқушылардың оқудағы жетістіктерін салыстыруға негізделген, және оқушылар, ата-аналар және педагогтар үшін түсінікті білім мазмұнына және мақсатына сәйкес процесс. Оқушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау жүйесі. Оқыту мен бағалаудың тұтастығына білім алушылардың үлгерімін, ілгерілеуін қамтамасыз етудің бірыңғай тәсілін қалыптастыруға бағытталады. Оқу бағдарламасына сәйкес дағдыларды дамытуды, білім алу дәлелдерді жинақтауды, оқу материалын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Оқу бағдарламасы мазмұны негізінен әр сынып үшін пән бойынша бағалаудың формалары мен тәсілдердің әртүрлілігін қамтиды. Жиынты, суммативті бағалау. Бұл белгілі бір уақытта тақырыпты, тарауды үйрену соңында оқушының білім, білік дағдыларды, құзыреттіліктерді қалыптастыру деңгейін анықтау болып саналады. Критериалды бағалау әрине қалыптастырушы жиынтық бағалаудан тұрады. Қалыптастырушы бағалау бөлім, ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау, 90-дық бағалау және жиынтық бағалау ол қорытынды жиынтық бағалаудан тұрады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті алған білімін меңгеру деңгейін анықтайды. Негізгі бақылау жұмысына дейінгі білімді жүйелейді. Кездескен қиыншылықтарды қалыпқа келтіруге оқушыға мүмкіндік береді. Не қалай деген сұрақтарға жауап береді. Не оқу барысында оқушы өзіне қажеттіні қалай алды, нені алды, қалай, мұны орындау үшін бағалаудың қандай түрлері қолданылды. Критериалды бағалау жүйесінде бағалау критерийлері ойлау дағдыларының деңгейлері бойынша 3 топқа бөлінеді. Білу және түсіну, қолдану, жоғарғы деңгейдегі дағдылар, яғни талдау, жинақтау және бағалау. Бағалау критерийлерін жеке-жеке ашып көрсетеміз.
білу және түсіну, білімді қолдану, сыни ойлау және топтағы ынтымақтастық. Білу және түсіну критерийлері. Оқушы жаңа білімді анықтайды, тізбелейді, жаңа білімді атайды, қайталайды, көрсетеді, мәлімдеме жасайды. Білімді қолдану критерийлерін жататындар: ара қатынасты белгілейді, таңдайды, шешеді, қолданады, жасайды, пайдаланады. Сыни ойлау критерийлері: талдайды, дәлелдейді, негіздейді, түсіндіреді, болжайды, қорытынды жасайды. Топтағы ынтымақтастық критерийлері: талқылайды топта, дәлелдейді өз ойын, салыстырады, келіседі және негіздейді. Жалпы орта білім беретін мектептерде критериалды бағалауды енгізу төмендегілерге мүмкіндік береді. Оқушылардың оқу жетістігін бағалауда бірыңғай стандартталған тұрғыда қолдануға, ол бағалаудың анықтығын және айқындығын қамтамасыз етуге, оқушының дамуын жылдар динамикасында бағалау үшін салыстыратын деректердің болуына, оқушылардың кең спектрлі дағдыларының даму деңгейін талдауға, әртүрлі факторларды дағдылардың даму деңгейлеріне ықпал етуін зерттеуге. Педагогикалық технология ұғымын ашып көрсетеміз. Педагогика технология ұғымына ғалымдар әртүрлі анықтама ұсынады. ЮНЕСКО анықтамасына сүйенсек, педагогикалық технология бұл біртұтас оқыту процесі мен білімді техникалық және адам ресурсын, олардың бір-біріне өзара әсерін, білім берудегі формасын оңтайландыру міндеттерін ескере отырып, меңгеруді жүзеге асыратын жүйелі әдіс. Монахов бойынша, педагогикалық технология оқушы мен ұстазға қолайлы жағдай тудырушы оқу процесін ұйымдастыруда бірлескен педагогикалық әрекетті жобалаудың жан-жақты ойластырған жүйесі. Ғалым Кларин бойынша, педагогикалық технология мақсатқа жету үшін пайдаланатын барлық дара, инструменталдық, әдістемелік құралдарды қолдану реті мен жиынтығының жүйесі. Академик Беспалько бойынша, педагогикалық технология білім беру мақсатын практикада тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тәрбиелеу мен оқыту процесінің теориялық негізделген әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. Академик Борис Тимофеевич Лихачев бойынша, педагогикалық технология педагогикалық процесті ұйымдастырудың әдістемелік құралы. Оқыту мен тәрбиенің әдіс тәсілдері, құралдары, формаларын анықтайтын арнайы психологиялық педагогикалық құрылғыларының жиынтығы. Қазақстандық ғалым Надежда Дмитриевна Хмель бойынша, педагогикалық технология педагог пен оқушы тұлғасының дамуына толықтай мүмкіндік жасайтын біртұтас педагогикалық процесс практикасында жүзеге асатын реттелген іс-әрекеттердің жиынтығы. Педагогикалық технологияның төмендегідей түрлерін атап өтеміз. Білім берудің ізгілендіру технологиясы, тірек белгілері арқылы оқыту технологиясы, ойын арқылы оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, оза отырып оқыту технологиясы, ақпараттық технология, деңгейлеп оқыту технологиясы, бағдарламалап оқыту технологиясы, сын тұрғысынан ойлау технологиясы, интерактивті оқыту технологиясы, кәсіби бағдар беру технологиясы. Оқушы портфолиясы, бағалау процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар. Портфолио ағылшын сөзі. Портфель маңызды құжаттар үшін арналған папка деген мағынаны білдіреді. Шетелдік жаңа сөздігінде портфолио визиттік карточка есебінде қолданылады. Яғни, адам туралы ақпарат ұйымның белгілі құжаттарының жинағы, жұмыс үлгілері деп түсіндіріледі. Портфолио оқушылардың мотивациясына қолдау көрсетіп ынталандыруға, олардың белсенділігі мен өз беттілігін марапаттауға, өз бетімен білім алуға мүмкіндіктерін кеңейтуге, рефлексивті іс-әрекетке қабілеттерін дамытуға септігін тигізеді. Оқушылардың портфолиясын 3 түрге бөліп қарастыруға болады. Құжаттар портфолиясы, жұмыс және жоба портфолиясы, пікірлер портфолиясы. Құжаттар портфолиясына жататындар: электронды күнделік, электронды журнал. Жұмыс және жоба портфолиясы, оқушылардың ғылыми жоба портфелі. Пікірлер портфолиясы, мұғалімнің берген пікірлері. Педагогикалық технологиялардың жіктемесін қарастырамыз. Педагогикалық технологияны 3 топқа бөліп қарастыруға болады. Оқушы іс-әрекетін белсендіруге негізделген педагогикалық технология. Оқыту процесін тиімді ұйымдастыру және басқаруға негізделген педагогикалық технология.
Оқу материалын дидактикалық әдістемелік жетілдіруге негізделген педагогикалық технология. Оқушы іс-әрекетін белсендіруге негізделген педагогикалық технологияға жататындар: ойын технологиясы, проблемалы оқыту, тірек белгілері мен тірек конспектілер негізінде оқыту, жаңа ақпараттық коммуникативтік технология, литогендік технология, тренингтік технология, акмеологиялық технология, өздігінен даму технологиясы, Монтессори технологиясы, дамыта оқыту технологиясы. Оқыту процесін тиімді ұйымдастыру және басқаруға негізделген педагогикалық технологияға жататындар: бағдарламалап оқыту, саралап оқыту, жекеше оқыту технологиялары, оза отырып оқыту технологиясы, топтық және ұжымдық оқыту технологиясы, компьютерлік оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы, мультимедиялық оқыту технологиясы және жобалап оқыту технологиясы. Оқу материалын дидактикалық әдістемелік жетілдіруге негізделген педагогикалық технологияларға жататындар: дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы, мәдени диалог технологиясы, экология және дидактика технологиясы, ойлау және іс-әрекетінің кезеңін қалыптастыру мен жүзеге асыру технологиясы, ойлау іс-әрекетінің кезеңін қалыптастыру теориясын жүзеге асыратын технология, сатылай кешенді оқыту технологиясы және бейне технология. Педагогикалық технологиялардың негізгі түрлерін атап өтеміз. Ынтымақтастық педагогикасы, ізгілендіру технологиясы, оза отырып оқыту технологиясы. Ынтымақтастық педагогикасы: мұғалім оқушы, оқушы мұғалім, оқушы оқушы, оқушы субъект және мұғалім де субъект ретінде қарастырылады. Екеуінің бірлік одақта қызмет істеуі, бір-біріне басымдық көрсетпеуі. Жалпы мектеп ұжымының арасында өзара ынтымақтастықтың болуы. Талап ету педагогикасынан қарым-қатынас педагогикасына өту. Балаға ізгілік тұрғысынан қарау, оқыту мен тәрбиенің бірлігі. Балаға жеке тұлға деп қарау, ізгілікті қарым-қатынас жасау. Дидактикалық белсендіруші және дамыту кешені, тәрбиелеу тұжырымдамасы, қоршаған ортаны педагогикаландыру. Ізгілендіру технологиясының ерекшеліктерін ашып көрсетеміз. Баланың қасиеттерін ашу үшін жеке тұлға етіп тәрбиелеу. Баланың жаны мен жүрегіне жылулық ұялату. Баланың танымдық күшін қалыптастыру және дамыту. Білімді терең меңгеруге жағдай жасау. Меңгеруге тиіс барлық құзыреттіліктер. Жазу сызу қарекеті, математикалық пайымдау, математикалық түсіну, әсемдікті түсіну, сезіну, қабылдау, өзге тілді меңгеру, рухани жетілу, ізгілік, жеке қарым-қатынас шеберлігі, ата-анамен бірлесіп жұмыс жасау, оқыту арқылы тәрбиелеу. Оза отырып оқыту технологиясының төмендегідей ерекшеліктерін атап өтеміз. Жаңа білімнің алғашқы бөлігін алдын ала енгізу. Жаңа ұғым түсінікті нақтылау. Оқу әрекеті мен ойлау қисынның жылдамдығын дамыту. Бағдарламаны кейбір тақырыптардың қиыншылығын жеңу, азайту үшін оза оқыту әдісін қолдану. Қиын тақырып әр сабақ сайын азғантайдан беріледі. Сабақта пысықтауға әуелі озаттар, содан кейін орташалар, ең соңында нашар оқушылар қатыстырылады. Бірінші сыныпта үйге тапсырма берілмейді. Үй тапсырмасы тек әр оқушының мүмкіндігіне қарай белгіленеді. Ережелерді құр жаттап алуға жол берілмейді. Ата-анамен тығыз қарым-қатынас жасауды көздейді. Оқудағы сабақтастық. Проблемалық оқытудағы мұғалім мен оқушының өзара іс-әрекетін ғалым Сауақова бойынша қарастырамыз. Мұғалімнің іс-әрекеті және оқушының іс-әрекеті. Бірінші кезеңде мұғалім проблеманың мәнін ұғынатын сұрақтар қояды. Оқушы проблеманы қояды, меңгерген білімді өзектендіреді. Екінші кезеңде мұғалім оқушыны бақыттайды, оқушы проблеманы түсінеді. Үшінші кезеңде жетелеуші сұрақтар қояды, мұғалім қажетті ақпараттарды, мәліметтерді береді. Оқушы болжам жасайды және оны негіздейді. Төртінші кезеңде мұғалім оқушыны жаңа білім алуға бағыттайды. Оқушы болжамды тексереді, проблемаларды шешеді. Бесінші кезеңде мұғалім бақылау сұрақтарын қояды, нақтылай түседі, түзетеді. Оқушы шешімді тексеру арқылы алғашқы мәліметтерді салыстырады. Алтыншы кезеңде шешім жасаудағы оқушы іс-әрекетін талдайды.
ал оқушы шешімді талдайды, жіберген қателіктерге сараптама жасайды. Соңғы 7-ші кезеңде мұғалім шешімнің нәтижесін келесі оқу іс-әрекетімен байланыстырады. Ал оқушы жалпылайды және жаңа оқу материалына көшуге дайын болады. Мультимедиа ұғымының мәнін ашып көрсетеміз. Мультимедиа ұғымына да ғалымдар педагогика оқулығында әртүрлі анықтамалар ұсынады. Мәселен, Литте бойынша мультимедиа әртүрлі типті ақпараттарды компьютердің ұсыну мүмкіндігін дамытатын және адамның мультисенсорлық табиғатына негізделген технология деген анықтама ұсынады. Ғалым Жонассен мультимедиа екі не одан да көп типті ақпараттарды интерактивті формада біріктіру деген анықтама негізделеді. Ғалым Косенко бойынша мультимедиа әртүрлі формада ұсынылған ақпараттарды біріктіруге мүмкіндік беретін компьютердің ақпараттық және бағдарламалық құралдарының кешені. Қазақстандық ғалым Досжанов мультимедиа компьютерлік графика, сурет, қозғалыстағы бейне ақпарат, анимация, мәтін, жоғары сапалы дыбыстармен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін интерактивтік жүйе деген анықтаманы ұстанады. Сонымен мультимедиа бұл сурет, графика, анимация, дыбыс, бейне ақпарат, мәтін арқылы берілетін технологияның басты негізгі өзегі. Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі 3 кезеңін атап өтуге болады. Бірінші кезең қызығушылықты ояту деп аталады, екінші кезең мағынаны тану, үшінші кезең ой толғаныс. Сын тұрғысынан ойлау технологиясының төмендегідей әдістерін атап өтеміз. Топтау, ассоциация, ой қозғау, тірек конспектілермен жұмыс, Вен диаграммасы, ой толғау, сұрақ-жауап және кубизм. Педагогикалық пәнін оқудың соңғы бөлігі әрине оқушының практикаға барып, өзінің теорияда алған білімін практикада сынаумен, зерттеумен аяқталынады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.